Сарысу ауданы Жаңаталап орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Құлова Жаңагүл Төлешқызы. Қайырлы күн, құрметті 7-ші сынып оқушылары. Сіздермен өзін-өзі тану сабағында қайта қауышқаныма қуаныштымын. Бүгінгі өзін-өзі тану сабағымыздың тақырыбы адам бақыты. Сабағымыздың дәйек сөзі жаны мейірімге толы адам бақытты. Пифагор. Осы дәйек сөзді есімізде сақтап, дәптерімізге жазып алайық. Адам үшін бақыт деген не? Әрбір адамның бақытқа берер өз анықтамасы бар. Бақытқа бастар бағыттың әр қилы болуы мүмкін. Бірақ негізінен көпшілік адам үшін бақыт деген бұл үйлесімділік, отбасы, махаббат, өзін-өзі табу, жетістік, қаржылық пен кең мүмкіндік. Бақытқа анықтама беруде мұнандай өзге алғышарттарды тізе беруге болғанымен, әр адамның өз бақытқа деген көзқарасы бар. Ендеше, бүгінгі сабағымызда бізде бақыт деген ұғымға өз көзімізбен қарап көрейік. Ең алдымен келесі бейне жазбаға назар салуларыңызды сұраймын. Мұғалім сыйы. Бақыт іздеген жан. Ертеде бір саудагердің өзін бақытсыз санайтын ұлы болыпты. Саудагер бақыттың сырын үйрену үшін перзентін өз заманының білгір ғалымына жібереді. Білгірдің кеңесін алу үшін 40 күн жол жүреді. Әбден әлі құрып, азығы таусылған тұста төбенің астынан сәулетті шаһар бой көрсетеді. Шаһардың ішінде сырттан келген көпестер саудасын жасап, жергілікті халық күнделікті күйбең тіршілігімен айналысып, әлек шаһардың адамдарынан сұрастырып жүріп, әкесі айтқан білгірдің сарайына келеді. Ғалымның қабылдауына кіріп, келген мақсатын айтқанда, менің қазір уақытым жоқ. Сарайды аралап, ішіндегі кереметтің барлығына бір көз жүгіртіп, 2 сағаттан кейін кел, деп қолына бір қасық ұстатады. Қасықтың ішінде 2 тамшы май тамызып, сарайды тамашалау барысында қасықтағы майды төгіп алмау керектігін ескертеді. Жас жігіт ғалымның айтқанындай 2 сағат бойы сарайдың ішін кезеді. Алайда көзін қолындағы майдан айырмайды. Айтылған уақытта қайта ғалымның алдына келгенде, білгір, сарайды жақсылап араладың ба? Деп сұрайды. Иә, араладым. Сарай мен ойлағаннан да тым үлкен екен. Сарайдағы жұпараңқыған гүлдерді, талайларды таңдай қақтырған бақшаны, көздің жауын алатын сәулетті өнерін көрдің бе? Шынымды айтсам, қасықтағы майды төгіп алам ба деген қауіптен көзімді қасықтан айырмадым. Айтқандарыңыздың ешбірін көре алмадым. Олай болса, қайтадан сарайды арала, бүкіл сұлулыққа зер сал, айналаңды танып білмейінше бақыттың сырын үйрену әсте мүмкін емес, деп келгенізімен қайта жібереді. Жас жігіт бұл жолы білгір айтқан сұлулықтардың барлығына дерлік көз жүгіртеді. Артынша ғалымның қасына келіп, сарай ішіндегі сұлулықтардан алған әсерімен бөліседі. Білгір, жарайды, жақсылап аралаған екенсің. Ал менің қасықтағы майым қайда? Деп сұрағанда, майдың төгіліп қалғанын көреді. Ғалым күлімсіреп, сен іздеген бақыттың сыры осында. Жаратылыстағы кереметтерге көз жүгірте отырып, өзіңнің бақытты екеніңді сезіну үшін қолыңдағы майды, яғни бойыңдағы кемшілік атауын ұмытуың жеткілікті деген екен.
Қалай ойлайсыз, кейіпкер өзінің бақытын таба алды ма? Бақыт деген сіз үшін не? Бақытты болу үшін бай болу міндетті ме? Ғалымның айтқанымен келісесіз бе? Адам бойындағы қандай құндылықтар оны бақытқа жетелейді? Енді келесі кезекті шығармашылық жұмысқа берейік. Бірінші тапсырма. Бақыт ұғымына берілген анықтамаларды оқып, шынайы бақыттың анықтамасын табыңыздар, себебін түсіндіріңіздер. Бақыт деген үш игіліктің бірдей толық болуы. Бірінші жанның, екінші тәннің, яғни денсаулықтың, күштің, сұлулықтың, үшінші сыртқы игіліктің, барлықтың, белгіліктің, тағы басқа сол сияқты. Аристотель. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде, адамның мінез құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бақыттап отыруында. Әл-Фараби. Бақытты өмір сүру, қуанышты болу, дәулетке кенелу, рақатқа бөлену, адамға қуаныш әкелетін оқиғалар, табысқа қол жеткізу, іс-әрекеттің марапатталуы, алға қойған мақсаттың орындалуы. Екінші тапсырма. Жағдаятты оқып, өз шешімдеріңіз бен ой тұжырымдарыңызды айтыңыздар, сұраққа жауап беріңіздер. Бірде атасы немересіне: егер адам бақытты өзі үшін іздесе, бақыт жақындаудың орнына қашады, ал оны өзгелер үшін іздесе, ол оны өзі табады. Білгенге, қолындағы барына қанағат ете білетін адам шын бақытты адам. Балам, алудан гөрі беруге ниеті көбірек ауатын кісі бақытты. Олар бер дегеннен гөрі беремін дегенді көбірек ойлайды және жасайды. Ондай адамдар қайырымы мен жәрдемін байқатпай істейді және міндет етпейді, деді. Алайда немересі атасының сөзін түсінбей ойланып қалды. Сіздер қалай түсіндірер едіңіздер? Өзіңіз бақытты қайдан іздейсіз? Үшінші тапсырма. Төменде берілген ой тұжырымдарды оқып, естеріңізде сақтап алыңыздар. Ойлағаныңыз тек оң болсын, өйткені ойлағаныңыз сөздеріңіз болады. Сөздеріңіз тек оң болсын, өйткені сөздеріңіз әрекетіңіз болады. Әрекеттеріңіз тек оң болсын, өйткені әрекеттеріңіз әдетіңіз болады. Әдеттеріңіз тек оң болсын, өйткені әдеттеріңіз құндылықтарыңыз болады. Құндылықтарыңыз тек оң болсын, өйткені құндылығыңыз тағдырыңыз болады. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың қорытындысын Мұқағали Мақатаев ағамыздың «Бақыт» деген өлеңімен аяқтауды жөн көрдім. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты сол тәрк етіп түндерін, бақыт істеп азаптанса кімдегім. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің. Бақытын да басқасын да білмеуің, бақытсыз-ақ ойнағаның, күлгенің. Сабағымызға қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.